Бүгінгі сабақта мынадай көбейтуді меңгеретін боламыз. 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту. Қараңдаршы, мен қалай жаздым. Мына бірліктің астына жазған жоқпын екінші көбейткішті. Ондықтың астына жаздым. Неліктен? Себебі мына бірлігіміз 0-ге тең. Ал ондай болса, ондықтан бастап көбейтемін. 2-ні 4-ге көбейтсем 8, ондықтардың астына жазамын. 2-ні 1-ге көбейтсем 2, жүздіктердің астына жазамын. Ал 0 бірлікті мына жаққа 0-дің өзін түсіремін. Өйткені 2-ні 0-ге көбейтсең 0 болады, иә? Көбейтіндінің мәні 280 болды. Ал енді 280-ді 2-ге бөліп тексеріп көреміз. 200-ден қайырамын. 2-ні 2-ге бөлсем 1, 1-ді 2-ге көбейтсем 2, астына жазып азайтамын. 8-ді түсіремін. 8-ді 2-ге бөлсем 4, 2-ні 4-ге көбейтсем 8, азайтамын. 0 қалды, иә? Енді 0-ді түсіремін. 0-дің ішінде 2, 0-ді 2-ге бөлсем 0 болады. 0-ді рет бар. 0-ді 2-ге көбейтсем 0, 0-ден 0-ді азайтсам 0 қалады. 280-ді 2-ге бөлудің тағы бір жолын қарастырайық. 2-ден қайырамын, 1-ден беремін, 2-ні 1-ге көбейтсем 2, азайтамын, 0 қалды, иә? Енді 8-ді түсіремін, 8-ді 2-ге бөлсем 4, 2-ні 4-ге көбейтсек 8, азайтамыз, 0 қалды. Ал енді мына 0-ді мына жаққа тіркей салуға болады, себебі мына жақта қалдық қалған жоқ. Балалар, 8-ші мысалда мына өрнекті қалай орындау керек екенін тәсілін көрсетіп қойған. 18 көбейту 45-ті біз қалай орындаймыз? 18-ді 2 көбейткішке жіктеп аламыз. 2 көбейту 9 және 45-ті де жіктеп аламыз. 5 көбейту 9. Мына 18-ді біз 2 көбейту 9 деп алдық. 45-ті 5 көбейту 9 деп алдық, е? Ал енді мына жерде 2 мен 5-ті көбейтсек, дөңгелек сан шықпай ма, е? 10 шығады, е? 2 көбейту 5. Ал 9 мен 9-ті көбейтсек 81 шығады. Сонда бізде мына жерде 2 көбейту 5, көбейткіштердің орнын ауыстырып жатырмыз, қараңдаршы. Көбейту 9 көбейту 9. Сонда мына жерде 10 шықты, мына жерде 81 шықты. 81-ді 10-ға көбейтсек 810 болды. Қалғандарын осындай тәсілмен орындайсыңдар. 4 килограмм деген осы өрнекті де мынандай түрмен жіктеп аламыз, е? 25-ті неше көбейту неше деп жіктейміз? А, балалар? 5 көбейту 5 дедік, е? Көбейту дейміз да, енді 24-ті де жіктеп көріңдерші, 2 көбейткішке. 6 көбейту 4. 6 көбейту 4 дедік, е? Тең. Енді біз мына жерден 5 пен 6-ны, 5 пен 4-ті бірге теріп аламыз, е? Мына, оны ауыстырамыз. 5 пен 6, 5 көбейту 6, көбейту 5 көбейту 4. 5 көбейту 4. Міне, жіктеп алдық. 5-ті 6-ға көбейтсек қанша шығады? 30. 30. 5-ті 4-ге көбейтсекші балалар? 20. Ал енді 30 мен 20-ны көбейтсек, 3-ті 2-ге көбейтеміз. 6. 0 бар, е? Қанша шықты? 600 шықты. Келесі өрнек қандай еді, айтшы өндеш? 600 килограмм шықты. 35 көбейтілген 18. 35 18-ді көбейтіндісі. Килограмм бар ма? Бар. Жоқ. Литр бар екен, е? 35-ті 18 литрге көбейтеміз. 18 литрлік 35 ыдыс деген сияқты, е? 35-ті неше көбейту неше деп аламыз? 5 көбейту 7. Көбейту дейміз да, 18-ді неше көбейту? 9 көбейту 2. 2 көбейту 9. дедік. Ал енді неше мен нешені бірге теріп аламыз? 5 көбейту 5 пен 2-ні, 9 пен 7-ні. Ондай болса, 5 көбейту 2 көбейту 7 көбейту 7. 9. Ал, мына қанша шықты 5 көбейту 2? 10 шықты. Мынадан қанша шықты? 63. 63. Сонда 630. 630 литр. шықты. Литр. Мінекей, осылай орындалады. 25 көбейту 16. Жаза бер. 25 көбейту 16.
25'te Aha. 5 көбейту 5 деп аламыз. 25'te 5 көбейту 5 деп алды. Дұрыс па балалар? 16-ны 4 көбейту 4 деп алыпты. Aha. Енді 5 жерде 5-ін 5-ті 4-ке бөлтеміз. Terip aldın ya? Aha. Sosun. Tağı da. Тағы да 5-ті 4-ке бөлтеміз. Aha. 5 жерде 4-ін 20. 5 жерде 4-ін 20. 20'ға көбейтсек 400 шығады. Oy jaraysın. Oturalım. 45 көбейту 18. Al. 5'te 2 көбейткішке 4 деп аламын. Çık деп аласың, ya? 5 көбейтілген 9. Aha. 18'de de 2 көбейткішке 4 деп аламын. Çık деп аласың. 2'ні 9. Aha. Енді таңдайсың, ya? Мен 5 пен 2'ні көбейтемін. Aha. Sosun. 9'ды 9'ға көбейтемін. Aha. 10'ды 81'ге көбейтсе 810 көбейтемін. Мәні 810. Jaraysın. Ең алдымен мен 32-ні 4 және 8 қылып Çık деп аласың, ya? Çık 4 деп пен аламын. 8'дің көбейтіндісіне. Сосын. сосын 25-ті 5 және 5 деп Çık деп аласың. жік деп аламын. Aha. Енді таңда. Ал таңдаған кезде мен 4 пен 5-ті көбейтемін. Sosun. Сосын 8 пен 5-ті көбейтемін. Aha. 4-ті 5-ке көбейткенде 20. 8-ді 5-ке көбейткенде 40 болады. Ал 20-ны 40-қа көбейткенде 800. Көбейтіндінің мәні. Көбейтіндінің мәні 800. Ой, жарайсың.